Базар, кафе, ресторандарда сатылатын ташкентский пловты өзіңіз жасап көрдіңіз бе? Жасау білмеймін десеңіз, мына рецепті сақтап алыңыз. Бізге қажеті жуан, ноқат, ет, сәбіз, күріш және дәмдеуіштер. Табамызды қыздырып, сұйық май құйып, жуаны қызартып, қуырып, ет саламыз. Етті де жақсылап қуырып, ноқатты және туралған сәбізді салып, кішкене қуырып, су құямыз. Мөлшерлерін видео астында жазып кеттім. Ноқатты бір күн бұрын жылы суға жібітіп қойған дұрыс. Сонда жұмсақ болып піседі. Суымыз қайнап шыққасын өзінің арнайы дәмдеуішін қосамыз. Тұз салып 20 минут орташа отта қайнатамыз. Күрішін салып суы тартылғанша 2-3 минут қайнатамыз. Бұл жерде күрішті қолмен аз-аздан салу керек. Сонда сәбіз еттері астында қалады. Астан төмендетіп, күріштерін аударып, таба ортасына үйіп, 5-6 жерінен қасықпен ойып қоямыз. Үстін маечкамен жауып, баяу отта 20 минутқа дымдап қоямыз. Пловымыз дайын, ыдысымызға салып, свежий салатпен дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Рецепт ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жасап көріп, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Сіздермен болған қаламқас ас болсын.